Әскерге барғың келмей қашқақтап жүрсің бе? Байқа, 3 миллион теңге айыппұл төлеуің мүмкін. Әскерге шақырту науқаны басталып кетті. Наурыздың 1-нен маусымның 30-на дейін жалғасады. Жасың 18 бен 27 аралығында болса, арнайы шақырту қағазы немесе SMS хабарлама келеді. SMS? Хабарлама алған соң азамат медициналық тексеруге келуге міндетті. Бармай қойсам ше? Онда полицейлер мен әскери басқару орган қызметкерлері сенің тұратын немесе жұмыс жасайтын жеріңе барады. Шақырту қағазын алып, тексеріске бармай қойсам 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін боласың. Ал әскери қызметтен жалтартсаң, 1000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. 1 айлық есептік көрсеткіш 3063 теңге болса, сонда 3 миллионнан асайын деп тұр ғой, Немесе сол мөлшерде түзету жұмыстары не 400 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартыласың, не 1 жыл